Ассаламу алейкум, еліміздің бастар арнасының тікелей эфирінде таңғы жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақтыбекұлы. Ақтау теңіз айлағындағы қордаланған мәселелерді ертерек еңсеруге болар еді. Бұл үкімет басшысының бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаевтың аймаққа жасаған сапары кезінде айтқан сөзі. Өткен жұмада ол Маңғыстау облысына арнайы барып, Ақтау портының жұмысымен жеке танысқанды. Сөйтіп, порт қызметіндегі біраз қателікті анықтаған болатын. Шетелге шығар алдындағы паромдардың рәсімделуі тым ұзақ еді. Қағазбастылықта барыс келіске көп кедергі келтіретін. Бақытжан Әбдірұлы осы кемшіліктерді жоюға порт басшылығына бір апта уақыт берген еді. Араға апта салып айлаққа қайта барды. Сыннан қорытынды шығарылыпты. 8 ақпаннан бастап бір терезе қағидаты енгізілген. Бұрын бір жүк көлігін рәсімдеуге 15 сағат кетсе, қазір орташа есеппен 48 минут кетеді екен. Құжаттар электронды нұсқада алынады. Бұдан бөлек санитарлық қадағалау және фитобақылау секілді құзырлы органдардағы штат саны өскен. Теңіз айлағынан соң Бақытжан Сағынтаев бастаған топ Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағына ат басын бұрып, ондағы көлік логистикалық орталық құрылысымен де танысты. Опять же, ногами прошли по всему маршруту. Портқа паром келгеннен бастап, көлік рәсімделіп шығар аралықты қайтадан жүріп өттім. Қазіргі нәтиженің бастапқыдан айырмасы жер мен көктей. Ескертуден соң алғашқы көлік 48 минутта рәсімделген. Бұрынғы уақыты 15 сағаттан асатын. Әуелден осылай жасауға болатын еді. Шебер ұйымдастырылса, ешқандай мәселе болмайды. Ақшаны теңгеде сақтау анағұрлым тиімді. Өйткені биылдан бастап ұлттық валютамен сақталған депозиттерге берілетін сыйақы ставкасының ең жоғарғы көлемі 10%-дан 14%-ға дейін көтерілді. Ал шетелдік валютадағы депозит сыйақысы 3-тен 2%-ға дейін төмендетілді. Ұлттық банктың жоспар бойынша осы арқылы төл ақшамыздың тартымдылығы артып, ел азаматтары жинақтарын теңгемен сақтауға ынталы болады. Экономика ғылымдарының докторы профессор Бауыржан Исабековтың пікірінше, теңгелік депозиттер өзге валюталарға қарағанда бірнеше пайызға тиімді. Бір жолы ерінбей есептеп көрдік. Теңгеде сақтаған тиімді ме екен, әлде долларда сақтаған тиімді ме екен. Сөйтсек, 23%-ға жаңағы одан түсетін түсім, теңгеден түсетін түсім долларға қарағанда артық болып келеді екен. Сондықтан қазақстандықтарды өздерінің салымдарын теңгеге салуға шақырамын. Алматыда өткен жылдың аяғында жол көлік апатына себепкер болған трамвай жүргізушісі көлік жүргізу куәлігінен айырылды. Бұл туралы Тенгриньюз агенттігі хабарлады. Соттың шешіміне сәйкес ол әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 610 бабының 1 бөлігі бойынша айыпты деп танылып, 9 айға көлік жүргізу құқығынан айырылған. Қаулы әзірше күшіне енбеген. Айта кетейік, өткен жылдың қазан айында Гаухар Тұрсынова трамвайын Мақатаев көшесімен батысқа қарай жүргізіп келе жатып, 14 көлікпен соқтығысқан. Жол көлік оқиғасының салдарынан көліктер зақымданып, зардап шеккендерге материалдық шығын келген. Бірақ 5 адамның денсаулығына зиян келген туралы дерек негізсіз болып шыққан. Экологиялық залалы аз, әрі экономикалық тұрғыда тиімді. Сәтпаев қаласындағы жылу станциясында іске қосылған жаңа технологияға осындай анықтама беруге болады. Станцияның қуатын 2 есеге арттырған жобаны отандық ғалымдар ресейлік әріптестермен бірлесіп ойлап тапқан. Құны 1 миллиард теңге болатын жобаның артық тұстарын Ардақ Асылханұлы айтып береді. Сонау 60-шы жылдар салынған Сәтпаев қаласындағы мына көне қазандық көмір мен мазутты мейлінше көп жағатын. Қаланы жылыту үшін жылына 13 мың тонна отын жұмсауға тура келді. Оның үстіне қалыпты температураны ұстап тұру үшін көмір ұнтақталып, мазут тамызық ретінде қолданылды. Енді жаңа технология бойынша мазуттың қажеті жоқ, ал көмірдің кез келген түрін жаға беруге болады. Бұл экономикалық тұрғыдан аса тиімді дейді ғалымдар. Мысалы, жағар алдында мазут қолданады. Оған қосымша көмір қолданады. Тағы да суы бар, басқасы бар. Көмірді кептіріледі, оны көтіледі. Сол процестердің бәрі қазір сырт қалды. Қазір көмірдің фракциясы енді қалыңдығы дейік. Бұрынғы қарағанда жоғарылау, сосын конвейерный лентамен әкелінеді. Инновациялық технология елімізде тұңғыш рет қолға алынып отыр. Ресей мен Қазақстан ғалымдарының бірлескен қанатқақты жобасын жүзеге асыру үшін 1 миллиард теңге қаржы жұмсалған. Егер оң нәтижесін берсе, еліміздің басқа қалаларына да орнату көзделген. Оның үстіне жаңа технология қоршаған ортаға бөлінетін улы қалдықтарды 40%-ға азайтуға мүмкіндік берді. Жаңа технологияның көмегімен шығын көлемі 8 есеге азайды. Бұған дейін станцияда 4 қазандық жұмыс істеп келсе, енді қаланы жылыту үшін 2 қазандықта жеткілікті. Ал қалған екеуі тек
төтенше жағдай бола қалған жағдайда ғана іске қосылады. Яғни істен шыққан қазандықты алмастырады. Қазір Сәтпаев қаласында тұтас бір ауданның құрылысы жүріп жатыр. Бұл жерге жақын маңдағы бірнеше ауылдың халқы көшірілмек. Жаңа ауданға жеке қазандық салу үшін 6,5 миллиард теңге қаржы қажет. Енді жаңғыртылған жаңа станцияның көмегімен бұл ауданда жылумен қамтамасыз етіледі. Станция бұрын сағатына 50 гигакалория жылу өндірсе, қазір 100-ге жеткен. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, Қарағанды облысынан. Әлем жаңалықтары. Сирияда 5 аурухана мен 2 мектепке шабуыл жасалды. Біріккен ұлттар ұйымы келтірген мәлімет бойынша Идлиб және Алеп қалаларында 50-ге жуық бейбіт тұрғын оққа ұшқан. Қаза тапқандардың арасында балалар көп болған. Әзірге ондаған адамның өмірін қиған шабуылды кімнің ұйымдастырғаны белгісіз. Сириядағы шиеленіске қатысушы тараптардың барлығы бірін-бірі айыптауда. Халықаралық дәрігерлер ұйымы Идлибтегі ауруханаға Сирия президенті Башар Асадқа бағынышты күштер оқ атқандығын хабарласа, Түркия премьер-министрі Ахмет Дәутоғлы апатқа ресейлік зымыранның себеп болғандығын айтты. Айта кетейік, өткен аптада ақш, Ресей және тағы 15 елдің өкілдері Сириядағы қақтығыстарда тыюға арналған жиынға қатысқан еді. Жиналыстың қорытындысы бойынша алдағы аптада Сирия жеріндегі қарсы тараптарды бітімге шақыру жоспарланып отыр. Еуродағы көші-қон дағдарысын реттеу үшін Грекияға 13 миллион еуро бөлмек. Бұл қаражатты Афина босқындарды ел аумағында қабылдап, орналастыру үшін жұмсамақ. Кәріқұрлыққа ағылған мигранттардың дені алдымен Түркия арқылы Грекияға жетеді. Кейіннен олар орталық және солтүстік Еуропаны бетке алады. Естеріңізге сала кетейік, ақпан айының басында Еуродақ босқындарға өз аумағында жайлы жағдай жасау үшін Түркияға 3 миллиард еуро бөлу жөнінде шешім шығарған еді. Қытай суретшісі Вай Вей Берлин қаласының орталығындағы концерт залының ғимаратын құтқару кеудешелерімен безендірді. Осылайша ол босқындар мәселесіне көпшіліктің назарын аударуды көздеген. Суретшінің пікірінше, мигранттар қазір көмекке зәру. Мыңдаған Сирия азаматын ажалдан алып қалған кеудешелерден бөлек ғимараттың кіреберісіне үрлемелі қайық ілінген. Вай Вей су көлігін көмекшілермен бірге Грекияның Леспос аралынан жеткізген. Елордада Шыңғыс Айтматовтың «Құс жолы» повесі негізінде жазылған «Ана жүрек» атты моноспектакльдің тұсаукесері өтті. Аманбысың, толғанай. Қойылымда қиын-қыстау кездегі ананың туған еліне, жары мен балаларына деген шексіз махаббаты, батылдығы және шыдамдылығы баяндалады. Басты рөлді Қалибек Қуанышбаев атындағы театр актрисасы Бақыт Жұмағұлова бастан аяқ өз сомдап шықты. Спектакль режиссерінің айтуынша, бұл туындыны бұған дейін белгілі өнер тарландары Сабира Майқанова мен Фарида Шәріпова ойнаған. Өздеріңіз білетін боларсыздар, кезінде 60 жылдардың аяғында қойылып, бұл Мұхтар Әуезов атындағы драма театрының сахнасында қара жылдай жүрген спектакль. Және сол қара жылда тек қана бұл аншлагпен жүрген спектакль болатын. Бақыт Жұмағұлова жалғыз өзі ойнап шығуға бел буған екен, біраз дайындықтан өтті. Мәжіліс сайлауында дауыс беру қағазына партиялардың қандай ретпен жазылатындығы осыдан бірер сәт бұрын ғана белгілі болды. Орталық сайлау комиссиясының кезекті отырысында жеребе тастау шарасы өткізілді. Оған сәйкес тізімді Нұр Отан партиясы бастайды. Оның ізін ала Қазақстанның коммунистік халықтық партиясы, Ақ жол, Бірлік, ЖСДП және ауыл партиялары жазылады. Бүгін күн күрт суытты. Шығыс Қазақстан облысында сынап бағанасы 30 градусқа дейін төмендеген. Аймақта төменгі сынып оқушыларына сабақ тоқтатылды. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін солтүстік, орталық және шығыс өңірлерде тұман түсіп қатты суық болады. Ақпанның сарышұнақ аязы бұл өңірлерде 2 күннен кейін ғана сынуы ықтимал. Ал батыс және солтүстік батыс аймақтарда синоптиктер жауын-шашын болуы мүмкін дейді. Кей жерлерде бұрқасындатып, желдің екпіні секундына 15-25 метрге дейін жетеді. Биыл халықаралық әйелдер күніне орай қазақстандықтар 3 күн демалады. Наурыздың 6-сы, 7-сі және 8 күндері. Ел үкіметі тиісті қаулы қабылдады. Құжатта демалыс күні 5 наурыздан 7 наурызға ауыстырылғандығы жазылған. Алайда еңбек, материалдық және қаржы ресурстармен қамтамасыз етілген мекемелер қажет болған жағдайда кәсіподақ ұйымдарының келісімімен дүйсенбі күні жұмыс жасауға құқылы. Әзірге айтарымыз осы, түскі жаңалықтарымыз 13:00-де.